Армысыздар, қадірлі қонақтар, құрметті ұстаздар, замандастар, студенттер, шәкірттер. Наурыз мейрамы жыл басы баршамызға құтты болсын. 12 айдың сұлтаны Рамазан айымен тұспа-тұс келіп жатқан жылымыз шынында да құтты болсын деп тілейміз. Былтыр ғана басталған біздің модул 215 жобамыз биыл жалғасын тауып, екінші бөліммен Астана қаласына келіп қалдық. Кешеден бері осындай 2 күн бойы Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Алматы қаласында Петр Ильич Чайковский атындағы колледжде басталған сапарымыз міне Астана қаласына келді. Енді модул 215 дем алатты кешімізге қош келдіңіздер деп айтамыз. Алдарыңызда Темірбек Ахметовтың Шернияз күйімен өнер көрсеткен профессор, Қазақстан Республикасының халық әртісі Айгүл Үлкенбаеваның шәкірттері болды. Құрметті көрермен, заман да, адам да уақыт өте келе дамиды, бір орында тұрмайды. Осы орайда бүгінгі домбырашылардың моделі қандай болу керек деген мәселе туындайды. Оны қайта қарау, оны пысықтау бір маңызды іс деп біз есептейміз. Біз осы ұсынысымызды былтыр жасадық. Көзі қарақты көрермен Алматы қаласында, Түркістан, Шымкент, Тараз қалаларында модул 215 атты кештерімізді өткіздік. Бұл не деген сөз? Модул 215. Бұл енді біздің фантазиямыз, біздің ұсынысымыз, біздің көзқарасымыз деп түсініңіздер. Бұл жердегі 2 саны, модул 2, бұл қос ішекті домбырадағы күймен қатар жүретін сан алуан әлем немесе Қазақстан композиторларының әуені деп есептеуге болады. Яғни тек қана күй емес, сонымен қатар түрлі шығармалар, ол классикалық немесе осы заманауи репертуар мәселесі. Ал енді бір дегеніміз ол бүгінгі таңдағы, қазіргі таңдағы домбырашы ұстаздардың әмбебаптығы, универсализм. Тек қана күй орындап қана емес, сонымен қатар кезіндегі Динамор пьесалар сияқты әлем музыкасымен де таныс болып, оны орындай алу және оны үйрете алатын білікті маман дегенді білдіреді. Бір деген сан, енді біздің жағдайда ол біздің ұстазымыз Айгүл Үлкенбаева. Біз осыны айтқымыз келді. Ал енді 5 дегеніміз бұл да бір шартты сан. 5 аспап, мультиинструменталист, 5 аспап дегенді білдіреді. Мына бойда жатқан өнер асыл тас сияқты ғой, оны тұмшалап тығып өту өнер адам үшін қазіргі заманда ақпараттың дамыған уақытында тығып өту қастандық болады деп ойлаймыз. Сондықтан егер де домбырашы домбырадан басқа да өнері болса, оны сахнада пайдалана білу керек. Ол басқа музыкалық аспап бола ма, әлде басқа да қыры бола ма, бәрін тиімді түрде осы өнеріне, осы домбырашылық өнерге пайдалану керек дегенді меңзейді. Сонымен 2-1-5 деген сандарымыз осы. Ал енді осы сандарды қойып алып келетін былтыр қарасақ, өзіміздің консерваториядағы домбыра кафедрасының кабинет номері де 215 екен. Енді бір сәйкестік болды. Бұған енді біз жақсылыққа балап, жақсылыққа арымдадық да осы модул 215 жобасын бастап кеттік. Бәріне ұнап жатыр. Енді сіздерге де ұнайды деген үміттеміз. Сол үмітпен келіп отырмыз. Қош келдіңіздер. Модул 215 дем алатты жобасы басталды. Келесі орындайтын туынды бұл консерваториямызға арналған Қаршыға Ахмедияровтың Алтын ұя күйі. Домбырашылар ансамбліне лайықтаған композитор Әлімжан Олпаев.
сөздерге байланысты шақырды. Концертке дайындалған кезде бір ерекшеленуге тырысамыз ғой. Жақсы ақпарат беріп, жаңа бағдарлама дайындап дегендей. Осы жолы модуль 215 екінші бөлім концертін қалай атаймыз, оның бағыты қалай болады деген сияқты. Естімеген елді көп дейді ғой. Ел іші, өнер келіші дейді, аралап жүріп, небір деректер десеңіз. Осы домбыраға қатысты, жалпы басқа да осы сөздерге, этимологиясына қатысты. Мына қазақта дем деген сөз бар. Соған қатысты жақында бір қызық ақпаратқа тап болдым. Оны үлкендеріміз білетін шығар, бірақ жастарға айта кетейін. Адам оттегі жұтап шыққанда көмірқышқыл газы шығады. Осы оттегі мен көмірқышқыл газының түйіскен жері, осы жерде энергия, сәуле, адамға өмір беріп тұрған осы жерде бір күш бар. Осыны қазақ дем деп айтады дейді. Осы адам сырқаттанып ауырған кезде осы дем жетіспейді. Осы сәуле, осы энергия жетіспейді. Сол кезде не істейді қазақ? Сол кезде дем салады, демейді, дем береді. Осы дем деген сөз содан. Яғни адам дұрыс тыныс алу керек, дұрыс дем алу керек деген мағынаны білдіреді. Спортта да болсын, музыкада да болсын, дұрыс тыныс алу, дұрыс дем алу болмаса, музыкада дұрыс шықпайды, басқа да жағы дұрыс болмайды. Осыны біз негізге алдық. Сонымен қатар енді домбыра деген аспапты өзіміз арқалап жүргенімізбен әртүрлі осы атауға қатысты әртүрлі этимология мағыналары бар. Жақында біреуін естідім, енді сіздерге қосымша ақпарат ретінде айта кетейін. Домбыра деген сөз, енді тамбура неше түрлісі айтылды ғой, музыканың ғалымдарының тарапынан. Дом деген сөз, бұл ем-дом жүргізу дейді ғой, ем-дом жүргізу. Дом деген бұл диагноз деген мағынаны білдіреді. Яғни диагноз емдеу бөлек, ауруға нақты аурудың сипатын айтып беру, диагноз қою, ол домшының міндеті. Домшы. Ал енді бұрау, ол бұра деген ол енді мына мысалы Астанаға келген кезде бұл жақтың көрермені домбыраның төмен бұрауын жақсы көріп, әлде кішкене қаттырақ бұрауды жақсы көріп, осыны біз іздеп табуымыз керек дегенді. Яғни бір домбыра деген күш сыйлайтын, рух сыйлайтын, тіпті емдеу жіберетін аспап ретінде бұрындары қабылданған. Сол диагнозын дұрыс тауып, бұрауын дұрыс көрерменге сай, аудиторияға сай таба білу дегенді меңзейді, осыны білдіреді дегенде жақсы бір қызық ақпаратқа тап болды. Бұл енді біздің бүгінгі концертімізге қосымша бір мән береді деп ойлаймыз. Енді келесі күйшіні, домбырашыны ортаға шақырайын, менің шәкіртім. Жақында ғана осы сахнада Астана қаласында өткен Құбыш Мұхитовқа арналған ұстаздар атты бірінші республикалық күйшілер сайысының лауреаты Ернат Жалғасовты Қазанғаптан күй шақырғыш Ақжібек бимен ортаға шақырайын. Қарсы алыңыздар.
Келесі сахнаға Айгүл Үлкенбаеваның шәкірті, консерваторияның бірінші курс магистранты, 5-ші республикалық Дина Нұрпейісова атты конкурсының бас жүлдегері Нұрай Зинорды Құрманғазының Төремұрат күйімен шақырамыз. Былтыр ғана Алматы облысында, Қонаев қаласында, Алматы қаласында, тіпті осы Астана қаласында да жетісу күйшілік мектебінің негізін қалаушылардың бірегейі Қожеке Назарұлының 200 жылдық мерейтойы өз деңгейінде, халықаралық деңгейде атап өтілді. Қонаев қаласында республикалық конкурсы өтті, халықаралық конференциясы Алматы облысында өтті. Енді Нұрай Құрманғазының күйін орындады ғой. Құрманғазының туған жылына қатысты әртүрлі дерек бар. Енді егерде басында жазылған 1823 жылғы деген жазбаға сенетін болса, онда Қожеке Назарұлы мен Құрманғазы екі түйедей құрдас, замандас, тағдырлас болып келеді. Осы орайда концерт сөз басында айтқандай, концертте бір ерекшелену мақсатында немесе осы бір жаңа бағдарлама
қожекенің сирек орындалатын, осы Астана қаласында да талай жыл еңбек еткен Базаралы Мұхтекеев ағамыздың қолында жүрген, кезінде іздеп экспедициядан осы жинаған күйлердің қатарында көп орындала бермейді. Күй шақыртты деген күйі бар, Қожекен Назаров. Осыны мен орындап берейін.
концерттер енді сөз басында айтқандай домбырашылардың ішінде басқа да өнері бар жігіттер қыздар бар ма екен деп іздестірдік. Терме айтатын жігіт табылды. Ол терме айтатын жігіт біздің өкінішімізге қарай консерваторияны бітіріп кетті. Енді биылға кімді шығарамыз деген сұрақ туындады. Іздедік. Құпия жігіттер мен қыздар бар ма екен шәкірттердің арасында. Анадан сұраймыз, мынадан сұраймыз. Сөйтсе өзінің сыныбында өзінде оқитын бала тек қана домбыра тартып, сонымен қатар ән жыр орындайтын сондай бір қабілеті бар екен. Ендеше ортаға шақырайын. Жеменей Бораштың Дауылпаз әнін орындау үшін Маңғыстаудың жігіті консерваторияның 2-ші курс студенті менің шәкіртім Берік Сатовты қарсы алады. Домбырашы әнші. Берік Сатов. Консерваториядағы домбырашылар Астанада сондай балалар бар болу керек. Өздерінің белсенділігімен ансамбльдер құрып, небір тәжірибелер жасап, өздерінің оқуына мән кіргізіп, осылай ізденістер жасап жатады. Бізде мына Тұрлыхан Аққалиев деген бала бар, Айгүл Нариман қызының шәкірті. Қазақта желдірме деген күйлер көп кездеседі ғой. Осы ақынның, күйшінің, әншінің желдірумен бөлек жылқы жануардың өзінің желіп шабу осы бір ерекше қабілетке, ерекше бір қасиетке арнап небір ән күйлер шықты. Солардың енді әйгілісі Иса Байзақовтың желдірмесі. Осы әнді орындау үшін Тұрлыхан Аққалиевтің өңдеуінде Жайна Тарғынова деген әнші қызымызды ортаға шақырып келеді.
Қазақстан дауысы эго жобасының финалисті Айгүл Қосанованың шәкірті. Біз өзіміздің курстастарымызбен, достарымызбен консерватория шаңырағында ансамбль құрып, әртүрлі тәжірибелер жасап тұрамыз. Алдарыңызда отырған Тұрлыхан Аққалиев халық әні салған әнім шіркін айды осылы ансамбльге лайықтап өңдеген болатын. Ендеше қабыл алыңыздар, халық әні салған әнім шіркін ай және менің достарым. Алатаудың қойнауы, қарағайлай ағып
кештің тақырыбына сәйкес демалып отырсаңыздар деген сондай бір тілегім бар. Ешқандай уайымдамай, ешқандай қобалжу жоқ. Осы концерттің атмосферасына кірсеңіздер жақсы болар еді деген мен осындай бір ұсынысым бар сіздерге. Келесі сахнаға шығатын әрине біздің ұстазымыз көптен күттірген Айгүл Үлкенбаеваның өзін шақырғым келіп отыр. Сұлу Көкшетаудың сұлулығына, табиғатына тамсанып, қайбір жылы Ермұрат Үсенов ағамыз сол сапарда осы шығарманы жазған екен. Өздеріңіз білесіздер, Кербез сұлу деген шығарма. Бұл енді кең жұртшылыққа таныстырғанда біздің ұстазымыз Айгүл Нариманқызы. Сондықтан өз орындаушысын ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар, Қазақстан Республикасының халық артисі профессор Айгүл Үлкенбаева және талантты шәкірттері. Ермұрат Үсенов Кербез сұлу шекті квартетке Абылхайыр Сағынбаев лайықтаса, домбырашылар ансамбліне лайықтаған Тұрлыхан Аққалиев. Қабыл алыңыздар. Айгүл Үлкенбаева. Осыдан рахмет.
Осыдан 12 жыл бұрын Қазақстанның әр түрлі қалаларына шығып, Айгүл Нәриманқызымен келесі айтқалы отырған шығарманы орындадық. Ол кезде мына жігіттер мен қыздар орнында біз отырдық. Ол әйгілі біздің атақты халық әні «Ақ дариға». Енді оны қазір шығарма ретінде орындайды. Әділжан Толықбаевтың өңдеуінде жаңа леппен тыңдап көріңіздер. Концертмейстер Ержанат Құрмет, кафон аспабында Бақытжан Жанұзақ, халық әні «Ақ дариға». Бас гитарада Серік Жұмағалиев. Иосиф Тамарин, кубинский танец.
ұстазымыздың шәкірттері де күй шығармалар жазып жүр. Қазіргі таңда солардың бірі сіздердің арларыңызға отыр күйші Олжас Сүлейменов. Олжеке, сіздің шығармаңызды орындайын деп жатырмыз. Мен енді ақпарат бергім керек осы кешті жүргізгеннен кейін. Бұл неге арналған шығарма? Шығарманың аты Батыс Шығыс. Сөйтсек, Олжеке қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің аз иә деген атақты еңбегін білесіздер. Сол еңбектен әсер алып, шығыс ырғақтары мен батыс ырғақтарын, осы шығыс музыкасы мен батыс музыкасын осы бір арнаға тоғыстырып, осындай шығарма жазуды ұйғарған екен. Тыңдап көріңіздер, Олжас Сүлейменов, Батыс Шығыс ансамбльге лайықтаған Әділжан Толықбаев.
Рахмет. Қадірлі көрермен, домбырамен сүйемелдейтін біздің кәдімгі дәстүрлі әнімізді тыңдағанға не жетсін, сахна төріне қайтадан жайнаған шақырғым келіп отыр. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Қосанованың шәкірті, Қазақстан дауысы мега жобасының финалисті Жайна Тарғынованы Ғарифолла Құрманғалиевтің әнші дауысы әнімен ортаға шақырамын. Жайна Тарғынова. Ал енді менің шәкірттеріме кезек келді. Келесі туынды мен бұл сәтті көп күттім. Былтырдан бері күттім. Осы Модал 215 жобасы басталғалы біз Қазақ ұлттық өнер университетімен шығармашылық байланыс жасау мақсатында шығармалар іздедік. Міне араларыңызда отырған Қазақ ұлттық өнер университетінің проректоры Марат Нүкеев ағамызға қошеметтер көрсетті. Марат аға, мен бұл сәтті былтырдан бері күттім, білесіз ғой. Сіздің жасаған, сіздің лайықтаған өңдеген шығармаларыңыз өте ерекше. Консерватория студенттері де орындап көрсін. Бүгін бір толқитын біз үшін өте бір мәртебелі сәт. Университеттің құрметіне деп қабылдаңыздар. Марат аға, сізге құрмет ретінде қабыл алыңыздар. Келесі туынды Болгарияның солтүстігінде туындаған Ганкино Хоро биінің әуені. Домбырашылар ансамбліне лайықтаған Марат Нүкеев және Алексей Ефременко. Бұл не деген сөз? Сол солтүстіктегі Ганга деген қызға арналған әуен деседі. Хоро деген енді өздеріңіз білесіздер, халықтық би. Қалай түсінуге болады? Қара жорға дейміз ба? Сол сияқты Ганкино Хоро деген Болгарияның халық би әуені. Тыңдап көріңіздер, алдарыңызда менің шәкірттерім.
кино хоры, бас гитарада Серік Жұмағалиев, және біздің құрметті Барат Өкеев ағамыз. Ресейдің Гиннес рекордтар кітабына енген үздік балалай кашысы Алексей Архиповскийді баршаңыз білесіздер. Оның атақты «Золушка» деген шығармасын тағы да білесіздер. Бұл шығарма бір балалайкада техникалық көмектермен, бүгінгі заманауи мүмкіндіктермен орындалады негізі. Бірақ біз дегенмен домбырашылар ансамблімен орындауға әрекет жасап көрдік. Сіздер де тыңдап көріңіздер. Домбырашылар ансамбліне лайықтаған Алинур Жолмағанбетов, Алексей Архиповский, «Золушка».
Себебі ішінде Өзбекстаннан келіп оқып жатқан шәкіртім бар. Ол енді Өзбекстаннан келген шәкіртіміздің де жақсы қырым осы концертке пайдалану керек қой. Ерекшелену керек. Өз үлесін қосу керек деген сондай ұстаным болды. Айтпақшы, қайсысы деп ойлайсыздар? Жетіген байғұс 4 колледжде өзбек болып келеді ғой, жетіген. Дұрыс, сіздерге көмек ретінде айтайын. Қыз болды, қыз бала. Қайсысы Өзбекстаннан келгенге ұқсайды? Жетігеннен кейінгі қыз ба? Ар жақтан ба? Қыз ба? Солай ма? Қыздардың жігіттер өздері айтсын. Орамал келген? Дұрыс, сіз дұрыстап тұрсыз. Міне. Майым ұстаз, өзім Өзбекстандан салам жолдасам. Өзбекстанда музыкалық сәлем жолдаса болмады. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Кайфиятыңыз қандай? Бүгін күйлеріңіз қалай? Шыдай қойса, өзбек милли таранадан бахраман болайық. Қыздар, егіттер, қаны кеттік.
Қазақстан елін біз туризмі дамыған елдер қатарына қосқымыз келеді ғой. бурабайымыз бар, батысы бар, оңтүстік, солтүстік, шығысы бар дегендей. Әлемде небір экзотикалық жерлері бар, керемет елдер бар, туризмі керемет дамыған. Сондай елдердің бір Испания. Испанияның Малага деген қаласы бар. Ол Малагаға арналмаған, музыка арналмаған композитор жоқ шығар. Енді сол жақта небір үлгілері бар Малага деген. Солардың бірі, енді тағы да айта кетейін, осы Қазақ ұлттық өнер университетіне құрмет ретінде бір сәлем жолдап, және Марат ағамызға бір құрмет ретінде осы ағамыздың өңдеуінде, Марат Нүкеевтің өңдеуінде Армик Даши деген америкалық гитарашы Малага атты шығармасын орындап берейік. Тыңдап көріңіздер. Туризм дамыған сонша тұрғылықты жергілікті тұрғындардың өзі басып демалатындай мүмкіндік жоқ екен Малагада. Жақында ғана осы Астанаға шығарғанда жаңалық болсын, терезені ашады екен де үйлеріңе қайтыңдаршы, өтініш қайтыңдаршы үйлеріңе деп айқайлайды екен Малагада. Сондай жағдайға жетіп отыр. Енді біздің Қазақстанда сондай деңгейге өссін деп тілейміз. Малага қабыл алыңыздар.
арбитражшы Бала және Марат Бөкеев. Рахмет. Қадірлі өнер сүйер көрермен, енді әрине біз өзіміздің бөлімімізді менің сыныбым күймен бітіреді. Дәлірек айтсақ, біздің әріптесіміз консерваторияның аға оқытушысы Ернар Кәкежановтың консерваторияға арнаған Арнау атты күйі бар. Сол күйді тыңдап көріңіздер. Арнау. Концертіміз бітуге кішкене отырып тұрыңыздар. Шын мәнінде осында Қазақ ұлттық өнер университеті біздің елімізде осы консерваториядан кейінгі үлкен шаңырақ. Бұл жерде өнер көрсету, әсіресе осында ақсақалдарымыз, Айшан ағайымыз, Борбай ағаларымыз сияқты үлкен ұстаздарымыздың алдында өнер көрсету өте жастарды бізді толықта зор мәртебеміз үшін. Сондықтан осылай жастар өзара байланыста, шығармашылық байланыста болса деген осындай бір ниеттеміз. Сіздер де консерваторияға келіп бізге концерт қойыңыздар, біз сіздерге қуана-қуана барамыз. Бұл біздің ұсынысымыз модул 2-1-5. Айта жүріңіздер, қайда жүрсеңіздер де осындай Айгүл Нариманқызы мен Ержан деген азамат осындай жобаны шәкірттерімен жасап жатыр екен деп біз сапарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі аялдамамыз Қарағанды қаласы. Біз қазір сол жаққа барамыз. Ол жерде шеберлік сағатын және осы концерт бағдарламасын ұсынамыз. Небір шығармаларды дайындадық, бірақ бүгін арнайы осы Астана қаласының Қазақ ұлттық өнер университетінің шаңырағында және осында ұстаздарымызға ғана айттық қой. Олжас Сүлеймен, Марат Бөкеев ағаларымыз сияқты тұлғаларға осы өңірлердегі шығармаларды, лайықталған шығармаларды әдейі арнайы орындап жатырмыз. Сондықтан демалды деген үміттеміз. Жастарға айтайын, осы міне сіздердің замандастарыңыз модул 215 демал концертінің соңғы нүктесін Марат Бөкеевтің өңдеуіндегі лайықтауындағы әйгілі Ескендір Хасанғалиевтің Жанарым әнімен түйіндейміз. Қабыл алыңыздар.
Профессор Айгүл Үкенбаеваның шәкірттері мен менің шәкірттерім Ескендір Хасанғалиевтің рухына арналады. Қадірлі көрермендер, бүгінгі кеште тек қана домбырашылар өнер көрсетті. Жайдан айтпағанда, бүгінгі домбырашылар осындай әмбебап болу керек. Бірі басқа аспапта орындап кетсе, бірі ән айтып кетеді деген сияқты осындай бойда жатқан асыл тас, тығылып жатқан, тұмшаланып жатқан өнер болса, осы бүгінгі заманда, ақпараттың дамыған заманда сыртқа шығару керек деп есептейміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Мол 215 ем, Айшан ағайымызға, Айшан аға ортаңыз сөз кезегі өзіңізде. Күйшілердің бүгінгі ұстазы ақсақалымыз Айшан Тоқтаған ағайымызға сөз кезегі беріледі. Құрметті балалар, Айгүл, мынау қазақта мақал бар. Бедердің баратын жері диірмен дейді. Музыканттың орны ол сахна. Қай уақытта да музыкант өзін сахнада дәлелдеген. Мына Айгүлдің келісі
Ержан екеуінің балаларына оқушыларға алып келсе, үлкен бір ынтымақтастықты, үлкен бір жақсылыққа меңзеген бағытты тудырып отыр. Осы жалпы айтады ғой, қыз бала ағайындастыруды бірінші бастайтын адам қазақта. Сондықтан мен айтайын дегенім бұрыннан да ылғи айтып жүрген ойым осы: Қазақстандағы екі арнаулы музыкалық оқу орны бар. Ол Қара Шаңырақ Құрманғазы атындағы ұлттық консерватория и осындағы ұлттық университет. Міне екеуі бар. Осы екі оқу орны бірлесіп, бір бағытта, бір ниетпен, бір бағытпен жұмыс істесе, тіпті керемет болады. Бір бағытпен болғанда бірін-бірі көшіру емес, бірақ жарыс та бар, бірақ бір-біріне деген қолдау да бар. Аралас-құралас болып осылай жатса, музыкамызбен, адамдарымызбен, мұғалімдер, студенттерімізбен міне осылай араласып жатсақ, домбырамыз да, музыкамыз да, біздің өнеріміз де дами береді. Осы жолдағы қандасымыздың істеп тұрған бірінші қадамын деп есептеймін. Мен көптен осындайды көрген жоқпыз. Бұл үлкен мәні бар нәрсе. Жаңа балаларымыз тұр ғой, ойнап жатыр. Көп нәрселер бар, көп бағыттар бар. Сізден айтқандай, модульді форматта бәрі негізі бір жақсы емес. Бәрі ізденіс үстінде, ізденіс. Ізденіс деген ол бара-бара бір жақсылыққа әкелетін нышан. Өйткені бір орында бір нәрсе қатып қалмау керек. Жаңалық болу керек. Болашақ күйіміз қайда бара, болашақ музыкамыз қайда бара жатыр. Осы жолда жігіттер, қыздар талмай еңбек жүруіміз керек. Мына осы бастаманы консерватория, как всегда, Қара Шаңырақ бастап бүгін келіп отыр. Айгүл, жолдарыңыз гүл бітсін, жақсылық болсын. Мынау бес облысты аралап келе жатқан мынандай уақытта осылай ұйымдасып, өздері осылай келіп, сіздерге ешкім білемін ғой, жолдар келіп жатқан шығар. Осының бәрі енді бұл керемет, бұл жақсы нәрсе. Осының бәрі не үшін? Өнер үшін. Жаңағы өзіндегі барын көрсету үшін. Біреулерге ұнар, біреулерге ұнамас. Бәрібір ол сахна деген сахнаға қолдан келгендер шығар. Сондықтан балалар жолдарына гүл бітсін. Елге Құрманғазы консерваториясының саябағында біздің балаларға да байқап отырмыз, біраз мынау отыр. Осындай араласта болайық. Келесі уақытта осы біздің балалар енді консерваторияға барып жатса, консерваторияның балалар бізге келіп жатса, бұл деген үлкен қуаныш қой. Не өсіп, жаңағы выигрывает спорт, выигрывает мы дейді ғой. Бәріміз осындай жұмыс істесек, біздің домбырамыз ұтады. Домбырамыз ұтамыз. Жақсылыққа жетеміз. Аман болсын. Сөздің орайы келтірген осы концертімізді тікелей былтыр да, биыл да жастар жағынан шығып қолдаған, өзіңіз танитын Қазанғап күйлерін жеткізуші жігіттер, қыздар бірі-біріне мүмкін Алтынбек Үмбетов деген ағамыз бар. Осы ағамыз дұғай сәлем айтты сіздерге және осы сапарымызды демеушілік еткен Алтынбек ағамызға көп рахмет. Жақсы күндерді істескенше деп айтпас бұрын алғыс хат келе жатыр екен. Тамаша бір концерт болды. Демалғандай.
шынынан ұжым атынан сізге шексіз ризашылығымызды білдіріп, Қазақ ұлттық университетінің ректорының міндетін атқарушы Азамат Қайратұлы Жылтырбековтың атынан алғыс сіздің ұлттық мәдениетімізге, қазақтың аспаптық музыкасына, оның ішінде қасиетті күй өнеріне сіңірген еңбегіңіз ұшан теңіз. Сіздің ағартушылық саладағы қызметіңіз күйшілік өнерді дамытудағы игі жұмыстарыңыз өзгелер ұрпақтардың рухани тәрбиесіне өз ықпалын тигізді. Махамбет Құрманғазы, Дина Дәулеткерей сынды ұлт классиктерінің туындыларын зерттеу арқылы күйшілік дәстүрінің ұлы көшін жалғастырып, қазақтың заманауи музыка танымына жаңа өзгеріс, жаңаша көзқарас әкелдіңіз. Сол арқылы мәдениетіміздің көкжиегін кеңейткен еңбегіңізді халық зор бағалайды. Руханиятқа адал тұлғаңыз, биік адамгершілігіңіз сіздің күйшілік өнеріңіздің биік заңғарына шығарды. Отанымыздың алдында атқарған абыройыңыз, еңбегіңіз мемлекет тарапынан жоғары бағаланды. Халық артисі атандыңыз. Қадірлі Айгүл Найманқызы, сіздің бал бармаңыздан төгілген әсем көңіл күйдің сарыны мен сазы әрқашанда кейінгі жас талапқа жұмысты бола берсін деп тілейміз. Қазақ ұлттық өнер университетінің ұжымы деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейді. Өзгерекпен Қазақ ұлттық өнер университеті ректорының міндетін атқарушы профессор Азамат Қайратұлы Жақсы күндерге жүздескенше сау саламат болыңыздар.